Қалайсыңдар, жақсыңдар ма? Жалпы кеше әбден шұғыланып зерттеп, админмен сөйлескем. Мен сол системаны полный түсіндіріп жіберейін осы бір видеомен да, чтоб сұрақтар көбеймесін. Біліп алыңдар. Жалпы бұл ойын әлі басталған жоқ. Неғып адам келмейатыр, басқаларға келіватыр дегендерге айтайын. Мысалға мен мынаны шақырдым, мынаны шақырдым. Төртеуін де шақырдым ғой мен негізі мысалға да. Просто менің адамым, мынау мен болсам, менің адамым мынаған бір адам түсіп тұр міне. Мына адамға мынау түсіп тұр, дұрыс па? Мына әйтпесем шақырған жоқ мына екеуі адамды. Түсіп тұр былай. Осы сияқты. Енді қараңыздар. Мынау менде бірінші комната бір 5-6 рет айналып болған уже. 5-6 рет айналып болған. Мынау 2 рет па, 3 рет па айналып болған мынау. Екінші. Енді полный статистикамды көрсеңдер. Общий 42 тонн. Қазір менде 6 тонн қап тұр. Өйткені мен құрттым, біреуге тонн жібердім, саттым. Переводпен ше міне қанша адамдарға жіберіп тастағанмын. Перевод деген болса, мына бәріне жіберіп шыққанмын ғой мен, короче. Міне. Кетіп қалған солай. Енді система мен полный прозрачно болсын деп жатырмын, чтобы сендер көріңдер, түсіндер. Кеше 53 мың адам еді, 56 мың адам болыпты, Короче, міне админмен полный сөйлескен, пауза қойып, оқимын десеңдер, оқып шықсаңдар болады, короче, міне. Короче, мен осындай инфлюенсермін, осындай, бұрын осындай қатысқам деп айтып жатырмын ғой енді. Осындай ма деп сұрадым міне. Мынау мен ба дедім бір. Иә дейді. Бір сен деді міне. Түсіндіріп жатыр, кейін орысшаға өтті, түсінбей қалдым. Сөйтті да мына жерден теманы өзгертті, көрдің ба? Міне, теманы өзгертті. Сөйтсем, мені бөлек бір тізімге қойып қойыпты. Блогерлардың тізіміне, иә. Сөйтіп, мына жерден маған пухать приглашениені жіберді, міне. Осындай жіберді. Теперь осы жерде сұрақ қоя бер маған, болды, саған лично өзім жауап беріп отырамын деді ғой, короче. Осылай келді, міне. Оқып алыңдар. Одан кейін мен өзімді рұқсатын алдым ашып. Сөйтіп, короче, ол айтты жалпы. Қазір блогерларға деді, жақсы орындарды алып алуға рұқсат беріп жатырық деді. Пока ойын басталғанша. Сөйтіп сөйлесіп жүремін да, мен айтамын, короче, осындай. Мен командада адамдар бар, солар тіркеп қойық та деген сияқты қыламын. Сөйтемін да, міне пухать жіберемін. Доступ бер деймін, пух жібереді, ашады. Барып былай штуктап жіберемін ғой, короче, біреу, екеу, үшеу, өздерің көріп тұрған шығарсыңдар, доступ ашы дегенімді. Сөйтіп ID-ларын алып жіберемін, біраз адамның мынау ID-лары. Сөйтеді да, мына жерде мына веб-сайт 99 дегендікі, короче, жоқ дейді, өйткені ашық болғанда ол. Міне тағы да список жіберемін, түнде ұйықтамағам, короче. Штуктап копировать етіп әрқайсысын. 4 болған. И ертесіне обедте жібергем, әлі ұйықтамағам, короче. Кешке осы жерден шәлпайт болғам ғой мен. 8-де тұрып тұрмын ғой мен, короче. Енді қазір мынаны оқып болыңдар міне. Чтоб бәрі прозрачно болсын, иә. Оқып болғаннан кейін мен системаны айтып түсіндірем. Пауза қойып оқып аласыңдар ма міне. Так. Болды, міне бітті, иә. Енді түсінейік. Мынандай ғой, короче, система ше. Пирамида деп айттым ғой мен, допустим, мынау мен, иә. Мен астыма сендер тіркелдіңдер, міне. Төртеуі де менікі дейік. 6-ауын да мен шақырғам. Мына жердегі бәрін да мен шақырдым дейік. Мынаны шақырдым, иә. Кейбіреулер сұрап отыр ғой, мен адам шақырған жоқпын, осындай деп. Қара, мен мысалға мына бірінші адамды шақырдым ба, оның астына 2 адам менікі барды ма, ол менің 2 адамым мына адам үшін, мынандай 2 адамы бар, менің мына адам үшін бар ғой. Бірінші мына екеуі болып есептеледі оларға. Мынау ше. И оған пайдасы бар. Түсіндің ба? Пайдасы бар. Мен мына екеуінен ақша алмаймын. Мен мына төртеуінен алам. Төртеуінен 100%-тен алам, 100%-тен. 1 тонна салдым, 1 тоннан алам. Енді мынандай система бар, короче. Мына бір адамның ақшасы
реинвестқа кетеді. Реинвест деген ол осыны қайттан сатып алуға өз-өзіне ақша жинайды. Түсіндің ба? 3 тонды маған беру керек. 3 тонды. Бірақ бірінші кезде бермеуі мүмкін. Не үшін? Өйткені бұл соның 50%-ін всегда жинап отырады да. Мына екінші уровень бар ғой, екінші уровень. 2 тондық. Соны ашуға жинайды. Получается, бір круг 50% алып жинады, екінші круг жиналды. Сөйтеді да уже ана 2 тонн толады ғой. 2 тонн толған кезде автоматически 2 тондықты ашып береді. Все. Ендігі 2 тондықты ашылып болғаннан кейін, мынау осылай адам толып круг айналған сайын, мен уже чисто 3 тоннан алып отырамын. 3 тоннаны аламын, мына 1 тонны қайттан өзі сатып алады. Мынау толғаннан кейін 0 болады да, новыйын сатып алады. Қайттан толама, мен қайттан 3 тонны аламын, 1 тонны қайттан кетеді. Осылай круг болып, 1 тонны ше өз-өзін жауып, өз-өзін төлеп, новыйын ашып отырады. Ал мына үшеуі, мынаны мен постоянно 3 тонды алып отыра беремін. Екіншім ашық болса. Дәл осындай, екінші де сондай. Енді бұл жерде, короче, главный система перелив қой, перелив. Перелив деген қалай болады? Мысалға мен мына жерден аштым, адам, 2 адам шақырдым, мынаның бәрін мен шақырдым дейік, адамдар астарына кетті ғой сендердің, мына 2 адам. 4 адам, 2 адамның астына кетті, дұрыс па? И олардың астына да кетіп жатыр. Олардың астында да бар ғой, былай кетіп жатыр ғой. Мынау шақырған адам кетіп жатыр да оларға. Короче, үстіп төбеден астқа қарай кете береді. Бірақ мынау циклды мен жабамын ғой, толады ғой менікі мынау. Толды, ақшамды алдым, не? Сөйтеді да бұл менікін 1 тонды төлейді бағанағыдай. 1 тонды төлейді да, новыйын ашып береді ғой маған, короче. Любой біреуінің астынан. Может, мынаны ашады, может, короче, мына жерден ашу мүмкін да маған. Мына толып болғаннан кейін. Ал мен ол мына адамның астында тұра саламын ғой, түсіндің ба? Перелив. Мына адамның астында тұра саламын. Мен мынау ескім қалады, болды, жоқ, исчез, забыли. Менде новый ашылды, міне, новый. Осының ішіндемін да мен. И осы жерден круг толады, ақшаны аламын. Сөйтемін да, короче, 1 тонным обязательно төлейді да былай қарай. 1 тонны төлейді, мен мынаны ашамын қайттан. Түсіндің ба? Үстіп кете беремін, короче. Кім тез жабады на кругты? Тез жапты ма, бірінші уровеньдікін? Толды, жапты, астына қарай кетесің ғой, короче. Хоппа деп секіріп кетесің, мынаған кеттім, например, мен. Иә? Бұл дегеніміз, мынаның или болмаса мынаның адамның аяғының астында тұрмын мен. Өйстіп кеттім, перелив деген сол. Получается, сен адам шақырмасаң, адам келеді, базар жоқ. Осылай переливпен келе береді. Төбедегі блогерің келеді, астыңа бір аяғыңа мықты адам келіп қалса, ол тез-тез 2 адам шақырып қоя салады деген сияқты ғой, короче. Өйстіп толады. Бірақ сен егер адамды өзің шақыратын болсаң, мынаны тез жабасың да, мына кругты тез жабасың. Сөйтіп барып екіншісін ашып тастауға тез уақыт кетеді да сенде. Адам шақыру керек. Мен шақырмақ қойсам болады екен деп ойлама. Болады, шақырмасаң, бірақ мен, например, адам шақырып 1 круг, 2 круг, 5 круг, 10 круг, 20 круг істеп тастаймын да мен бірінші уровень, бірінші тон, 1 тондықтан. Ал сен переливпен күтіп отырып 6 круг істедің. Түсіндің ба? 6 круг істедің. Вот сондай. И одан кейін мынандай тема бар, короче. Перелив түсіндіңдер ғой жалпы. Қараңдаршы мына. Мына жерде, короче, мен мынаны ашып тұрмын ғой, көрсетіп, иә? Сатып алу 496 тонн. 496 тонн. Бірақ әр адамың астындағы бағанағыдай, мына 4 адам бар ғой мына. Міне, әр адамың мына жерден, короче, қалай сазылаймын? Иә? Әр мына адамнан мен астында тұрған 4-ші қатар бар ғой мына. Короче, сондай. Мына саусағыммен көре беріңдерші. Мына адамдар бар, 4-еу. Әр 4-еуінің әрқайсысынан мен қаншадан аламын? 401 бәле тоннан аламын. 401 деген тоннан аламын. Мына жақтан көрсете берейінші. Міне. 1 ашық, 2 ашық ja менде. 3 автоматически ашылды менде өзі. Өйткені мынадан өз-өзіне жинады ма, өз-өзін қайтып ашуға.
мына үшеуінен 50%-тен алып қалып отырды да, сөйтіп мынаған ақша жиналды да өзі. Үстіндегі қалғанын мен өзім алып жинай бердім. Ал мынаған жиналғаны автоматически мынаны ашты. И сөйтіп кеше мен мынаны сатып ала салдым. Енді қараңыздар, мына келесі уровеньді көрейік. Бұған сатып алу 16 тонн. 16 тонн, получается, мына кругың толған сайын өзі 50% ұстап жиналып өзі ашылады негізі. Үстіндегі қалған саған. Бірінші круг, получается, бір круг толғаның келесі уровеньді ашуға арналған ғой жалпы. Келесі уровеньді ашуға арналған. Сонда қара, 16 тонға сатып аласың стоимость. 16 тонн, мына әр адамнан береді. 16 тонн, 16 тонн, 16 тонн, 16 тонн. Мына 16 тонны өз-өзін ашуға қайттан кетеді. Мына үшеуі сенікі ғой, короче, таза. Егер мына келесі уровенің ашық тұрса, таза сенікі. Егер ашық болмаса, әр адамның 50% ұсталады да, бір круг, екі кругтан кейін мынау ашылады, короче. Түсіндіңдер ма? Бұл жерде 16 тонн, 16 тонн, 16 тоннан береді әрқайсысына. Мына жерде әрқайсысына 32 тоннан береді. Мына жерде әрқайсысына 4 уровеньде тұрғандарға 64 тоннан береді. 128 тоннан береді міне келесінде. Бірақ мына екеуіне бермейді. Мына екеуіне. Не үшін бермейді? Бұл екеуі менің үстімдегі тұрған адамның төртіншінің мынандай ғой, екеуі ғой, көреді, түсіндіңдер ма? Менің үстімдегінің екеуі. Түсіндіңдер ма? Оның үстіндегінің төртеуі деген сияқты ғой, короче. 256 тонн. 10 уровеньге кеттің, әрқайсысынан 512 тоннан кетеді да. И прикинь, сенде 10 уровень ашық тұр дейік та, и бірақ адамдар әлі келіп жатыр тоқтамай, иә? Не болады білесің ба сен? Сен үндемейсің ғой, жата бересің ғой. Мынау круг толады, әрқайсысына 512 тоннан алдың, жабылды, новый ашылады, қайттан адамдар келіп жатыр, оппа келіп жатыр, әрқайсысынан 512 тоннан алып, отыра бересің, болды, вообще ештеңе істемейсің. Адам шақыру, пайым деген жоқ, короче. Бірақ адам шақырсаң, тез толады, конечно. Бірақ сен шақырған адамдарың мынаған келеді бірінші. Сөйтіп мынаған өтеді. Ары кетсе үшеуін сатып алар бірден. Одан кейін ол переливпен тола бастайды, адам шақырады. Сөйтіп келесі уровеньге өтеді. Ол келесі уровеньге өткені сенің мына 5-ші уровеньдағы аяғыңа түсуі мүмкін. Мына жерге түсуі мүмкін. Өйстіп переливпен кете береді. Мынау, например, сен болсаң, мынау мен, кругты мен жаппай жатып, сен өзіңкін бірінші жауып қойдың дейік та сен. И сөйтіп сен, новый біреуін дублировать етіп аштың. И мен содан кейін жабам ғой, сол кезде мен барам да сенің бір аяғыңа түсем. Түсіндің ба? Перелив деген сол. Так что, мынаны енді қанша ақша жалко емес, рисковать етем десеңдер, міне. Үшеуін ашып қойсаңдар болады. Сонда қанша кетеді? 7 тонн кетеді деген, маған 1 тонн кетеді, маған 2 тонн кетеді, 3 тонн, 4 тонн, 7 тонн кетеді деген. Ашып қоясың. Не үшін өйтіп ол тактиканы қолданып отырмын мен? Егер ойын басталған кезде, прикиньте, адамдар келеді да, бір десте мынау толады, пытыр бір 10 рет айналып тастайды да, мынау ше, тез. Сөйтеді да, адамдар екінші уровеньге өтеді ғой. Екінші уровеньге өткен кезде мен екінші уровеньім ашық, маған өтеді. Ашық еместердікінен өтпейді. Олар бірін айналдыра береді. Ашық қойғам мен. Сөйтеді да, тез маған өтті. Ал мен алдын ала ашық қойғам. Көбісінің екісі толмаса да, олар ойлайды, дейді да, тағы да ашады 3-ті. 3-те де бармын мен. Көбісі 3-ті ашпаған болуы мүмкін. 4 ашық менде, если что. Аттап кете алмайды да менен 4-ші уровеньге дейін. Ал мен енді 4-ті ашпадым, біреу келеді да 5-ті ашып тастайды, короче. Тез. Ал менде 5 ашық емес. Сөйтем да мен 5-ті ашам, 5-ті ашқан кезде мен оның аяғына барып тұрам да. Осындай тактика бар, короче. Не дегенмен, бұл пирамида, бұл жерде ақша табуға болады. Бірақ біз басымыз ғой. Біз жақсы позиция алып алдық, айтты ғой, короче. Саған и сенің командаңа деді, жақсы орындарды алып алуға біз рұқсат бердік, алып алды бәрі. Енді ойын басталған кезде сендерде жоғарыда жақсы позицияда тұрсыңдар деп айтып жатыр. Так что сендерге, бізге, маған, бәрімізге повезло. Рисковать етем десеңдер, бүйтіп қалталарыңды оймайтын, теспейтін ақшамен рисковать етіп кіріңдер. Одан артық бүйтіп 200 тонн салам, 100 тонн салам деп ұрып қалмаңдар, өйткені сендер пақ етіп мына жерге шейін ашып тастадың дейік. Қанша анау? 7-8-ге шейін ашып тастайсың да сен.
И адамдар басталған кезде перерывпен тырс мынау айналады мына жерге келіп тоқтап қалса не істейсің ал? Адам жай келіп қалса ары қарай. Иә, адам тоқтамай келіп жатса, мынау 1 миллион подписчик болып, анау хамстер сияқты болмаса да енді мақұл 10 миллион адамға жететін болса, мына жерде мынаның бәрін айналдырып тастайсың ғой, короче. Аты шықса. Бұл жерде көресің ғой, ақша тауып жатқаннан кейін, сен тауып жатсың, мен тауып жатырмын көргеннен кейін өздерің реклама жасайсыңдар ғой. Бәрі сөйтеді ғой, міне ақша тауып жатырмын, ема деп тұр. Достарыңа айтасың, анаған айтасың, сөйтіп тез тарап кетеді бұл. Ана ақшаны сразу таратып жатқан жоқ, дроп береді дегендердің өзі тез тарап кетіп жатыр. Мына жерде ақша алып жатқан болса, үндістер көретін болса бар ғой, зомби болады олар, короче. Үндістер кірсін деп күтіп жатырмын. Сол үшін мен бір үндіске 10 тонн төледім, 10 тонн. 10 тонн төледім, ол, короче, английский үндісше видео түсірді. Бір негрге 5 тоннға келіскенім, ұйықтап қалды кеше түнде ол. Қараңғыда көздері көрмейді екен. Так что сол кіріп алыңдар, все. Сұрақ болса, неге личкаға жазыңдар. Одан кейін ана закрытый группаға кіріп алыңдар, жүре бересіңдер ма? Бәрі кіріп алды, почти 100 адам сияқты отыр, әңгімелері серьезный темалар қозғап ше. Майда шүйде тапылқаларда жүрген жоқпыз уже. Уровень выше болып кеткен, короче. Туысқан болып кеткен бәрі бір-бірімен. Давайте.